Қайырлы күн, құрметті менің тыңдармандарым. Әңгімені тыңдамас бұрын арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Сынақтан сүрінген адам. Темірбек әйелімен бірге қаланың орталық базарында жүрген. Ығы-жығы халық. Адамның көптігінен аяқ алып жүре алмайсың. Әйелі Гүлбаршын адасып қалмайын дегенде күйеуін тас қып қолтықтап алып, алға қарай тартып келе жатқан еді. Кенет өте бір таныс үн құлағына жетті. Көп жыл бұрын үнемі естіп, әбден жадында сақталып қалған дауысқа елең ете қалған Гүлбаршын жалт бұрылды. Бірақ өз көзіне өзі сенбей, күйеуін топ ортасында шетке қарай сүйрелеп, әлгі дауыс иесіне қарай бұрылды. Қалың нөпірден сәл ғана сытылып шетке шыққан соң, жұрттан қайыр тілеп тұрған кірі қожалақ кісінің қасына Гүлбаршын әй-шәй жоқ жетіп барды. Темірбек таңырқап қалды. «Гүлеке, мұның не?» «Сәл күте тұр», деді де, ол әлгі қайыршының алақанына 5 мыңдық қызыл ала теңгені тастады да: «Ниетқали ағай, мұныңыз не? Сізге не болған?» демесі бар ма? «Ау қарағым, менен ештеңе сұрама. Бергеніңді Құдай саған 10 есе қайтарсын. Білемін, менің қол астымда істеген шығарсың. Әлде дәріс алдың. Әйтеуір түрің таныс. Көзге жылы ұшырайсың. Ештеңе сұрама», деп әлгі қайыршы бұрылып кете берді. Ерлі-зайыпты екеуі де өз жендеріне кеткен. Ауылдағы туыс-туғандарына керек жарағын тапсырып айтқан, оны мұнысын сатып алып, көйлектерінің жүк салғышына тиеп алған соң, олар жолға шығып кеткен. «Ал, жаңағы қайыршы сенің ұстазың болды ма сонда?» деп Темірбек ұзақ жолды қысқартудың қамымен әйеліне сауал тастады. Ол кісі мен оқу бітіріп магистратураға түскен жылы біздің ректор болған еді, деп асықпай сөзін бастаған Гүлбаршынның әңгіменің тиегін ағытты. «Ниетқали ағайды бізге сабақ берген кезінен жақсы танимын. Ол кісінің әйелі де университетте дәріс берді. Ұлдары мен қыздарын да сырттай білетінбіз. Сондай жарасымды жуып, көрсең көз тоятын жандар, өте бақытты отбасы еді. Ол кісі ректор болғанда бәріміз де қуанып едік. Бірақ ондай мансаптың өзі адамға сынақ үшін берілетін сияқты ғой. Сол сынақтан бұл кісі әу баста оңбай сүрінген адам. Магистранттарға арналған жатақхананың шағын бөлмесінде көрші қаладан келген Жайнагүл деген қыз екеуміз бірге тұрдық. Таңдай қақтырарлық керемет сұлулығы болмаса да, келбеті тартымды, ашық жарқын, жайлы мінезді қыз. Өзінің айтуына қарағанда, әке-шешеден ерте айырылған. Аға жеңгенің қолында өсіп, тұрмыстың тауқыметін бір шама тартқан жан. Соған қарамастан, мұңаю, жабырқау дегенді білмейтін, аса бір көңілді, жабырқау дегенді білмейтін, аса бір көңілді қыз. Қашан көрсең, әлде бір оқиғаны күлкіге айналдырып, айналасын бір селпілтіп тастап жүретін. Шынын айтсам, мен одан дәл сондай оғаш қылықты күтпеген едім. Кейін көзім жеткенде жағамды ұстадым ғой. Бақандай бір жыл бірге тұрып, біте қайнасқан құрбымның өзіме білім берген ұстазымның, жай ұстазым ғана емес-ау, оқу орнын басқарып отырған басшымның отбасын ойрандап, неше түрлі сұмдыққа барып жүргенін дер кезінде білмеппін де ғой. Бұл менің аңғалдығым ба, ақ көңілдігім бе, әлде ақмақтығым ба, ол жағын білмеймін. Соңғы айларда Жайнагүл жатақханаға қонуды сиреткен болатын. Мен көбінесе жалғыз түнеп жеке тұрып жаттым. Бұл бір жағынан маған ыңғайлы да еді. Қасында ешкім болмағаны, оңаша тұруым, диссертациямды жазуыма, зерттейтін ғылымдарыма талдау жасауыма, ғылыми мақалаларды әзірлеп, жарыққа шығаруыма көп септігін тигізді. Анда-санда демалыс күндері ғана келіп кетеді. Өзінің айтуына қарағанда, әлде бір достарымен бірге пәтерде тұрып жатқан көрінеді. Сабақтың арасында маңызды шаруалармен айналысып, әжептәуір ақша тауып жүргенін де айтқан. Киім киісі бұрынғыдан әлде қайда жақсарып, қымбат әшекейлермен сәндене бастағанына қарағанда, жағдайы жаман болмағаны анық еді. Өзі тіс жарып, көп ештеңе айтпаған соң, мен де қазбалап сұрап жатпадым. Қыздың көзі қызылда демекші, анда-санда келгенде ана киімін бір киіп,
Мына алқасын бір тағып көріп, айнаның алдында шыр көбелек айналып дегенде мәз болысып қаламыз. Өзі де құр қол келмейді. Маған торт дейсің бе, қымбат шоколад дейсің бе, кейде менің қолым жете бермейтін жеміс-жидектің тәуірін тарту етіп кетеді. Соңғы 1-2 айда ол мүлдем жоғалып кетті. Мамандығымыз бөлек, әрі оқу ғимаратымыз бірінен оқшау болғандықтан оны университетте кездестіре бермейсің. Сөйтіп жүргенде бір күні жатақханаға ректордың әйелі келді. Ол кісі студент кезімде сабақ бергендіктен жақсы танитын едім. Өңі солғын, түрі тұнжырап кеткен, бір түрлі көңілсіз көрінді. Күтпеген құдайы қонақты көргенде таңданып қалдым. «Отырыңыз, апай», деп орындық ұсындым. «Гүлбаршын, оқу қалай?» «Жақсы, апай. Келгеніме таңданып отырған шығарсың. Қасыңдағы құрбың қайда?» «Жайнагүл ме?» «Иә, сол». «Шынын айтсам, апай, Жайнаны көрмегеніме айдан асты. Хабарласпады соңғы кезде». «Түсінікті, жарайды. Мен кетейін». «Апай, отыра тұрыңыз, мен шай қояйын сізге». «Еш әуре болма, айналайын. Асығыс едім», деді де шығып кетті. Ол кісінің суыт келіп, суыт кетуіне мен аса мән бергенде жоқпын. Тіпті ұмытып та кетіппін. Бір күні ректорымыздың өзі әйелінен ажырасып Жайнагүлмен бас қосқанын естігенде, жатақханадағы оның таныс-білістерінің бәрі де естерінен танып қала жаздады. Апайымыз бала-шағасын алып көрші қалаға көшіп кетіпті. Жақсы ит өлімтігін көрсетпейді дегендей, аулақ кетейін деп шешкен болса керек. Көктемнің алғашқы күндерінің бірінде аулада күншуақта отырғанмын. Анандайтын жерге су жаңа қымбат көлік келіп тоқтады. Жақсыны көрмек үшін демекші, маңайына келіп, айнадан жарқыраған әсем көлік тоқтаса, оған қалай көзің түспейді. Көліктің жүргізуші жағында есігінен үлде мен бүлдеге оранған Жайнагүл түсті. Ырғалып маған қарай келе жатыр. Аман сәлемін адамша алдым. Бірақ жасаған ісі мен қылығына төзе алмадым. «Жайна, мұның не?» «Өзіңнен бақандай 30 жас үлкен адаммен. Махаббат жасқа қарамайды, құрбым. Біреудің отбасын ойрандап, бақытқа кенелесің бе? Гуля, тым болмаса сен жазғырмашы, жұрттың бәрі онсызда теріс айналып, ит терма басымда қаптап жатыр. Сен түсінуге тырысшы. Басқа малым болмады. Мен саған бәрін айтайыншы. Менің бір ойым бар. Ойың құрып кетсін сенің. Бөлмеден оны мұныңды ал да қараңды батыр. Осыдан былай мені құрбым деме. Сенімен енді сөйлеспеймін де». Жайнагүл үнсіз ғана көз жасын сығып, заттарын жинастырып алды да кетіп қалды. Қанша жерден тағдырға телісек те, дәл мұндай сорақылықты ақтаудың еш жөні жоқ. Бұл оқиға тек мені ғана емес, сол жылы университет оқыған талай жастар үшін сүйекке таңба болған еді. Бізді қойшы, оқу бітірген соң жан-жаққа тарап кеттік. Тарадық дегенде, мен ешқайда кеткен жоқпын ғой. Кафедраға қалдым. Оны өзің білесің. Ректор ештеңе болмағандай жиналыстарын өткізіп, оқу орын басқарып жүріп жатты. Оқу орын басшысының өзінен 3 мүшелге таяу жас кіші шәкіртімен көңіл жарастырып, әйел бала-шағасынан безуіне ар-ұят тұрғысынан қанша рет айтпасақ та, заңға қайшы іс емес көрінеді. Сондықтан жұрт неше жерден сөге жамандаса да, оның лауазымына келіп кетер ештеңе де болмады. Моральдық азғындықты майшаммен қарайтын баяғыда компартия жоқ. Әркімнің жеке шаруасы делінетін заман болды ғой. Мен ол кезде қатардағы оқытушымын. Ректормен бетпе-бет кездесудің қажеттілігі де болмай қалдатын. Жайнагүл бірнеше рет телефон соғып кездескісі келеді. Шайға шақырды. Қонақ етпек те болды. Аттап баспадым. Ат құйрығын кестік дегенді айттым. Бәлкім, менен өзге біреу болса, ондай мүмкіндікті пайдаланып та бағар ма еді. Менде ондай пиғыл болмады. Тіпті олай ойлаудың өзі жеркенішті секілді көрінді. Сөйтіп жүргенде, яғни сен екеуміз қосылардан 1 жыл бұрын ғой деймін, Жайнагүл құрбымның хикаясы жұртты тағы да дүрсілкіндірді. Оның жайын жақсы білетін бір құрбымыз кезекті бір отырыста бәрімізге түгін қалдырмай жайып салған еді. Негізі
Ниетқабыл ағайды Жайнагүлдің өзі айналдырған көрінеді. Буыршын көзін сүзбесе, бұқа жүзін үзбейді деп халық бекер айтпаған ғой. Бір-екі рет қабылдауына барып, ыңғай танытып байқаған. Сосын бір рет келгенде беттің арын белбеуге түйеп тұрып, махаббат жариялап, қазіргі жастардың сезімін айтқанда сындырған ғой. Ниетқабыл ағай бастапқыда сеніңкіремеген бе, онша қатты жақындата қоймағанға ұқсайды. Дегенмен Жайнагүл де осылай сайттан емес, 40 айласы бар пәле қыз емес пе? Қылымсып жүріп, ақыры дегенде жеткен ғой. Мейрамханалар мен демалыс орындарының люкс бөлмелерін түгендеп біткен соң тұрмыс құрамыз, қосылайық деп қиғылық салса керек. Жасы ұлғайған қарт адам бола тұра, қалай оның шырмауына түсіп қалғанын кім білсін. Ағайымыз Жайнагүл не айтса, бәрін қалт еткізбей орындап отырған. Екеуі заңды некеде тұрмаса да, Ниетқабыл ағайдың оған өлердей сенгені соншалық, бар жылжитын, жылжымайтын мүлкін түгел соның атына тіркеп бере салған. Зәулім үй де, тіпті қыл аяғы банктегі депозитті де Жайнагүл ебін тауып түгелдей өзіне жаздырып алған. Онымен қоймай, университеттің қаржысына да қол салған. Там-тұмдап, одан да ішкен-жеген тұстары болған көрінеді. Оны қойшы, бәрінен қиыны мына оқиға болыпты. Құрметті менің тыңдармандарым, әңгіменің жалғасында кездескенше, назарларыңызға рахмет.